Достар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін ананасты тураудың бір әдісін көрсетемін. Жалпы ылғи мен осы әдіс бойынша тураймын. Үстелдің үстіне қойғанда әрқашан әдемі болып көрінеді. Ол үшін ананасты бізге ортасынан бөліп алу қажет болады. Ортасынан бөліп аламыз. Мен тек қана жартысын ғана тураймын, жартысын алып қаламын. Артқы жағын яғни кесіп аламыз, және үстіңгісін кесіп тастайтын боламыз. Кейін бұл ананасты ортасынан бөлеміз, яғни жартысын тағы да ортасынан осылай бөлу қажет болады. Міндетті түрде үстіңгі ұшын алып тастаңыздар, қыздар. Бұл ананастың горечі, яғни егер бұл жерді алып тастайтын болсаңыздар, ананас қатты, қышқылды, тілді күйдіретіндей болады. Сол себепті оны алып тастасаңыздар, тілді күйдірмейді. Енді астыңғы жағынан былайынан жаңағы дәл видеодағыдай етіп кесіп аласыздар, яғни сыртын осылайынан жаңағы астыңғы жағынан пышақпен кесіп алу қажет болады. Осылайынан кейін үстінен тураймыз дағы. Дәл видеодағыдай етіп жылжытасыздар, оңға қарай бір жағын солға қарай. Дәл видеодағыдай етіп жасайсыздар. Сонымен дайын болады, кейін тарелкаға қойып қоюға болады. Әдемі болып шығады. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, жаңа жыл жаңа бақыт әкелсін. Жаңа жылда, жаңа 2023 жылы каналымда көптеген рецепттер болады, менімен бірге болыңыздар.